Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен басқа адамның айтқан сөздеріне, негативті, жағымсыз сөздеріне қалай мән бермеу керек екендігі жайлы әңгіме өрбітетін боламыз. Жалпы басқа адамдар, мысалы сізге негативті сөз айтып қалса, сен ақымақсың, сен жамансың, сенің басың істемейді, және тағы да басқа жаман сөздер айтса, ондай сөздер бәлкім сізді өзіңізден шығарып жібереді. Сіз конфликтке жүгінесіз, конфликт, жанжал, неге олай айтасың, ол сөз жалпы өзіңізден өзіңізді шығарып жібереді, агрессивті болып кетесіз. Неге бұндай реакция сізде? Соны қарастырайық. Осы кезде жалпы басқа адамның сізге айтқан сөзі маңызды емес, осы кезде өзіңізге не айтып тұрсыз? Сол маңызды. Бұл өте енді қиындау процесс, өйткені сол кезде өзіңізді тыңдау білу қажет, өзіңіздің ішкі дауысыңызды, ішкі сөйлемдеріңізді тыңдау маңызды. Мысалға алатын болсақ, көп жағдайда адамдар, мысалы ақымақ деген сөз алайық, мысал ретінде. Сол адамға сен ақымақсың деп айтса, сол кезде неге ол агрессивті реакция береді? Ол өзіне бәлкім мынандай сөздер айтып тұр. Оның маған ақымақ деп айтуға құқысы жоқ. Оның қалай дәті барды мені ақымақ деп айтуға. Ақымақ деген бұл қорқынышты жағдай. Мен яғни ақымақпын. Мен барлық жағдайда ақымақпын. Бұл мен үшін қорқынышты. Енді мен қалай өмір сүремін? Деген сөйлемдерді айтып тұр. Адам өзіне солай айтқанда, басқа адамның сөзі оны одан әрі жаралайды, өзіне шығарып жібереді және жүрегіне жақын қабылдайды. Ал жаңағы сөйлемнің орнына өзіңізге, мысалы сізді ақымақ деп тұрса, өзіңізге мынандай сөз айту керек. Мысалға айтатын болсақ, маған бұл ұнамайды. Оның ақымақ деп тұрғаны маған ұнамайды. Бірақ оның олайдағы құқығы бар. Өйткені ол басқа адам өзінің, оның ойы бар. Оның аузы өзінікі, ол өзі біледі, не айтса да. Бірақ та ақымақ болған ол қорқынышты емес, біріншіден. Онда тұрған түк жоқ. Ол ақымақ болсан, ол сен шіріген адам деген сөз емес. Біріншіден. Екіншіден, өзіңізге дәлелдеңіз осы жерде. Екіншіден, мен ақымақ болсам, яғни мен барлық ситуацияларда өзімді ақымақ сияқты ұстау керекпін. Мен мысалы, мына кісімен өзімді интеллигентно ұстадым, мына кісімен өзімді ақылды қылып көрсеттім. Мысалы, мен математикадан осындай жүлдеге ие болдым. Мен осындай жақсы жерде жұмыс істеймін. Мен жұмысымда барлық адамдармен, или осындай адамдармен жақсы қарым-қатынастамын. Мені көп адамдар құрметтейді деген сияқты өзіңізге дәлел келтіріңіз. Яғни оның айтып тұрғаны дұрыс емес. Ол мені дұрыс емес көріп тұр. Мен ақымақ емеспін. Мен осы адаммен бәлкім ақымақ сияқты сөйлескеттім ситуацияда. Өйткені ол менің сезімдерім болды. Бірақ мен ақымақ емеспін. Яғни өзіңізге дәлелдеуді үйреніңіз. Әрқашан дәлелдеуді үйреніңіз. Кез келген ситуацияда. Кез келген сөзде. Ол мені былай айтты, бірақ мен мынандай нәрселер бар, яғни ол мен дұрыс көрмей тұр ғой деген сияқты. Дәлелдеңіз, дәлел келтіріңіз. Әрине, әрбір ситуацияда олай айтқан қиын нәрсе, қиындау нәрсе, олай айта берген. Дегенмен үйрену керек. Өзіңізге солай айтып үйрене бастасаңыз, уақыт өте келе бұл автоматты түрге айналады. Автоматты түрде басқа адамдардың сөзін сіз өзіңізге не істейсіз? Алмайсыз. Өзіңіздің жүрегіңізге қабылдамайсыз. Мысалға айтатын болсақ, айта берсін, мен ондай емеспін ғой. Өйткені мен мынандай іс-әрекеттер жасады, даже если мен ақымақ болсам, бұл қорқынышты емес. Өйткені мен кез келген жағдайда бағалымын. Мен адаммын, мен бағалымын. Ешқандай менің іс-әрекетім мені анықтамайды. Мен
дүниеге келдім, мен Алланың жаратылысымын, яғни мен бағалымын деген сөздерді айтсаңыз жеңілдеп қаласыз. Сол бүгінге осы. Ең бастысы, басқа адамдардың сөзіне сенбестен бұрын оны дәлелдеңіз өзіңізге. Мынандай ситуациялар бар, ол былай айтты, яғни ол мені дұрыс емес көріп тұр деген сияқты. Қош сау болыңыздар, амандықта жүздескенше.